Күні Роза Мұқанова. Әңгіме. Өзін өзі жасалаудың жолын таппай қамығып, тұншығып күй кешеді бұл байғұс. Түннің, қап-қараңғы қапас түннің тұнжырап енгенін қалайды. Тек ағарып таң атпас екен. Алты қырдың астынан етегін жайып таң көрінсақ, сол түндегі жасаған күнәһарлығын бетіне салып аймандай етпек. Таң алдындағы намазын оқып жатып, «Алла» деп ауырта дауыс шығарды кемпір. Сәлден соң ернін ғана жыбырлатып сыбыр-сыбыр етті. Қолына ұстап, тәсбиғының тізілген көзін санады. Бұрынғыдай емес. Бұл жолы ұзақ санады. Ернін жымқыра тістелеп, көзін жұмып алып теңселіп отыр, жылап отыр. Маржандап аққан көз жасы иегінен төмен қарай дөңгелене түсіп, алдындағы жай намазға сіңіп жоқ болады. Кемпір көзін ашпайды. Тізесіне қойған екі қолында қозғамайды. Көзін ашпайды, себебі қорқады. Көзін жұмғаны, күнәсін мойындағаны. Ел жұртқа байлығымен мәшһүр болған Әбілқасымның жалғыз ұлы мұны айттырып, қалың малға не сұратады деген естігенде, әкесі де қомданып, көпініп қалмап еді. Лүпілдеген қыз жүректе әлде бір жұмбақ сезім қытықтап, Ақбаян сонда бір қызарып, бір сұрланып күн кешті. Жанары ұшқындап, елегізіп, қыр басына әлсін-әлсін көз үйіріп, әлі өзі танып білмейтін бай баласын сағынады. Ақбаян сонда түннің жылдам батып, таңның тезірек атуын күтті. Әкесіне тұлымшағы желкілдеген сәби көрінсе де, бай ауылы үшін денесі сымдай тартылған, сүліктей жіп-жіңішке, маңдайы жарқыраған 14-ке жаңа толған әдемі бой жеткен еді. Әбілқасым бай жайлауға шығарда Баянды қолымызға қондырсын, жас отаумен бірге көшеміз, деп қыздың қалың малын үйірмен жіберіпті. Қыз әкесі қораға толған малға едіреңдеп риза болып, Ақбаянға аталық бата беріп, маңдайынан иіскеген. Тек шешесі байқұс. Бай ауылы керден келеді. Әбілқасымның тоқалы жайсыз деп көп естіп едім. Өзіңе сақ бол. Әйелдердің сылдыр сөзіне құлақ қойма. Еркінде өсіп едің. Келіндік жолыңды біл. Үлкендерді ренжітпе, деп жүрегі жылынып бара жатқандай даусы қалтырады. Жаулығының ұшымен көзін сүртіп, мұның ұзын бұрымындағы күміс шолпысын аялай сипады. Тағы да қосып айтар ақылы бар еді. Қызының жасаураған жанарынан аңғарды. Сәл іркіліп қалып, «Иә, жолдарың болсын қос құлыншақ», деп қыр басына дейін күйеу бала мен қызды ұзатып салды. Бай ауылының жайлауы қандай көрікті. Оңашаға ақ отау тігіп, жігіттің жеңгелері бірінің санын бірі шымшып, сылқ-сылқ күледі. Бұл күлкі қызды да, жігітте де бір-бірінен алыстатып ұялта түседі. Сонда да бұлар ынтық еді бір-біріне. Ақбаянда, Нұғмарда жап-жас бала. Құдай-ау, тіпті бала екен ғой сонда. Әбілқасым ауылы шешесі айтқандай-ақ кердең болды. Ақбаянның өз еліндегідей әсіл ұспақ, ән мен күйі тым аз. Бәйбішенің жақтырып отырғаны, я жақтырмай отырғаны белгісіз. Өз үйінде күйбеңдеп, жеңешелермен бірге қазан ошақтың маңын сыпырсып, үйренісіп қалған әдетімен іске араласайын десе, бәйбішенің салған тыйымы тағы бар. Жалғыз үйдің қатынын қазан ошаққа майлық етпеңдер, сендерден артылар шаруа жоқ, деп дүрсілкінгені мұның да құлағына тиген. Содан бері құс төсектің үстінде жалғыз өзі отырып, қайын сіңлісіне арнап іс тігеді, жасау жасайды. Төркін бір көруге сарығып, ел мекенін сағынып, сызылтып ән салады кейде. Бірақ Нұғымардың төбесі көрінсақ болды, жанары жарқ етіп, сағыныш сезімін жасыра алмай қалатын. Әдемі ақ еді сұлушақ. Тап-таза еді ғой сол сәт. Жайлаудың тұнжыраған түні, салқын самал желі көкіректегі шерді жұлып алар ғажап еді. Құлан ектеніп, қыр басынан көтерілетін таңы қандай тұнық еді шіркін. Кемпір тап жылжымай әл отыр. Әлгіндегі жай намазға түскен жансыз жастары енді дір-дір етіп барып сіңеді. Бір сәт даусы шығып өксіп кетті. Әлхамдүлиллахи. Күнә деп, күнәһармын деп ойламадым. Азаптан құтқар, мазақтан құтқар біздерді дедім. Бар болғаны сойыды ғой жаратқан. Ол кезде мен жас едім. 15-ке келіп, оң солымды білгеніммен, бай туысы не айтса да сол жөн шығар деп, басымды шұлғи беретін жас едім. Тым жас едім. Кемпірдің егі қимылдап, кемсеңдеп кетті. Етегіне шалына қозғалып, еңбектей орнынан тұрды.
Таң намазы кәрінің көз жасымен жуылып, үнемі осылай шермен, мұңмен аяқталатын. Түн таралып көшіп, таң ағарып қылаң берген екен. Уа жарықтық, мүсәпір қарттың күнәсін кеш. Таң алдында қасірет жұтқыза берме. Таң қайырын берсін, таң құт болсын деуші емес пе үлкендер? Мен пақырға әр атқан таң қасірет берді емес пе? Жан жарасының күйзелісін тый. Ағарып атқан таң нұрын қуанып, сергіп қарсы алады жамағат. Маған да сол бақыттың титтей сынығын сый ете көр, жарықтық. Кемпір өткен күндерге ой жүгіртті. Нұғмардың жалғыз қарындасы Гүлбарамның қалың малы кедей жігіттің қылшадай мойнын үзіп жібере жасаса керек. Ұсақ түйекті көзге де ілмейтін Әбілқасым бай жалғыздың бағын 20 жылғы деген екен. Мұның өзі кедей жігітке ауыр салмақ салмаймын деген пейілі деседі. Бірақ ыңыршағы шыққан жұпыны жұрттан сол жылы 20 жылқының басы құралмай-ақ қойды. Қыздың қалың малы төленбей кедейге артып жіберер қызымыз жоқ. Қалың малы жинап алмай қатын алмақ не соры, депті бай аулы. Қысқасы қалыңдығы басқа бір жігітке айттырылып кетеме деп, зәре құты қалмаған жас жігіт қыз ауылына келгіштей береді. Жігіттің жасырына, ел көзіне көрінбей Гүлбарамен кездесіп жүретінін баянда сезеді. Бірақ жастар жағы мұңаймасын деп, көп нәрсені елеп ескере бермейді. Бір күні өңі қудай болып, Гүлбарам мұның отауына сүйретіліп келіп отыра кетті. Ақ жеңеше, ағам әкем айтсын, мені қинамасын, әйтеуір баратын жерім ғой, ұзатып аттандырсын. Жігіттің кедейлігін әшкерелей бермей-ақ қойсын. Аралас-құралас болған соң, өздері ақ ұялғаннан қалың малдың қарызын өтер. Қыз жанарын жеден көтермеді. Жасырын күрсініп, саусағы дірілдеп, қолындағы жүзігінің бетін сүртті. Апам айта алмаспын, оған енді өзің айт, деді шығып бара жатып. Сол сәт Ақбаян да орнынан бірге тұрып кідіріп қалды. Еркежан, Ақерке-ау, неге сонша мұңлысың? Жарқыраған ерке жанарыңды бір көтермедің-ау жерден. Сырқатпысың? Әлде сырқатсың ба? Ақбаян өз ойымен өзі алысып отырған сәтте есікті жұлқып ашып тоқал енді. Осы сен қайда қарап жүресің? Қараң қалқыр. Іс тіккенің бар болсын сенің бүйтіп. Ана қыздың күйеуімен ойын сауығын тыймадың-ау бір. Әлде өңірің жыртық кедей болған соң жарлыға бүйрегің бұрып тұра ма? Ақбаян селт етті. Тоқалдың айызы енді қанды. Әбілқасым да, бәйбіше де білмейді ештеңені. Ал менің қу жүрегім сезеді. Сезген сайын жаным жай таппай дөңбекшіп шығам. Ел құлағы елу, сезеді бір бәлені. Білсем, Гүлбарамның аяғы ауыр, дір етті Баян, шоқ басып алғандай. Жоқ, дейді, табанның астындағы жер ойнап кеткендей, теңселіп барып. Не дейді тағы? Не? Жи есіңді. Бұдан бұлай түнгі ұйқыңа сергек бол. Масқара болды ойбай, қыз жүкті. Ақбаян отыра кетті сылқ етіп. Нұғмардан бөлектеп, кереге жаққа сол түні төсек салды. Онысы керегеден белгі күтіп сақ жатпақ. Бірақ күйеуіне не деп түсіндірмек? Не айтып ақталмақ? Жалғыз қарындасы жайлы жамандықты қалай жеткізбек? Әбілқасым ауылы намыстан өртеніп өлер. Үлкендер кек алар, малдаулар. Әйтеуір арты жаман. Ақбаян камзолының түймесін салғырт ағытты. Содан кергеге басын сүйеп, солқылдап жыладай келіп. Ақерке, Ақтотау, мұның қалай, атама не айтамыз? Бай үйінен береке құт қашатын болдау. Аямайды бізді атам. Атамды да жұрт аямайды енді. Үйтіп сұратқан қалың малы құрсын. Байлыққа біткен үйір жылқысы құрсын. Келін. Тоқалдың сұп-суық даусы шықты. Баян елең етіп құлағын тікті. Тұр, ойбай, тезірек, Гүлбарам қиналып жатыр. Үстіндегі көрпені қалай лақтырғаны есінде жоқ. Көйлекшең қалпы киіз үйден жүгіре шықты. Ай сүттей әппақ, түн шап-жарық. Түннің осындай жарық болғанын алғаш көрді. Үстіне шапанын шамылып, бүрісіп оқшау тұрған Гүлбарамды көрді. Осынша қатты сасқалақтап, ұялып көрмепті. Екі беті дуылдап барады. Есін жинап үлгергенше тоқал сыбыр-сыбыр етті. Біздің түнде жүргенімізді ешкім көрмесін, естімесін. Бұлар ауылдан алыстап барады, ұзап барады. Баян енді түсінді. Гүлбарамның толғағы басталыпты.
Тоқалдың зар қағып, мұны түн ортасында тұрғызғаны да сол екен. Аллай, жаным-ай, аллай, қожаным-ай, деді Гүлбарам екі бүйірін таянып. Жарығым-ай, қиналдың-ау, деп Ақбаян оның басын сүйеді. Әй, келін, берірек кел, деп Тоқал қап-қатты бірдеңені Ақбаянның қолына ұстатты. Беліңді бекем бу, арым үшін жаным садаға деген. Бетімізге шіркеу, сүйегімізге таңба болмасын. Аман есен Гүлбарамның жаны қалса, бізге сол олжа. Мына ши көкпені өлтіре салу керек. Көзін жой. Ойбай, тәте, не айтып тұрсыз, қалай? Қайтып? Тоқалдың білегінен қапсыра құшақтаған Баян. Тәте таяу, мені қинама бұл іске. Мен өлтіре алмаспын, деді жылап тұрып. Өлтіресің, жеңеше, өлтір, өлуі керек оның, деді ыңыранған Гүлбарам. Не дедің, Ақерке? Қоя ғой шарғым, ол не дегенің? Деп алма кесек екеуіне аңтарыла қарады бұл. Сорғалап аққан жасы үрейден де, әлде жанашырлық па, түсініп ұқпайды. Екі қолын алма кезек сермеп, не айтып, не қойғанын да білмейді. Ойбай, басқа түскен қияметтің жүгін одан әрі ауырлатпай тұршы былай. Ертең Ақеркеңді баласымен бірге ұзатпақшысың ба сонда? Жұрт не демек? Анау тексіз неменің шелігіп жүріп жасағаны бұл. Обалы соған. Біз не жазыппыз? Тоқал сөзін аузынан жиып алғанша болмады. Түнгі тыныштықты шар етіп шыққан сәби үні бөліп жіберді. Іңгәләп аузын аша тырбыңдаған кіп-кішкентай денеге Тоқал түн ішінде үңіле қарады. Үңіле қарады да бір кесе езілген тотияйынды шарананың аузына құя салды. Солақ екен аяқ асты астан-кестен болған түн тіршілік маужырап ұйқыға қайта кетті. Етегіне салғаны бала емес, ағаш болды сіресіп. Не істедің? Тәте, мынаның дымы ұшып қалды ғой. Не болды мынаған? Неге жыламайды? Деді қауіптенген жас келіншек. Үйебі, әлі отырсың ба сілейіп, тастай сал әрі. Ақеркеңді жуындыр. Таң атып келеді әне. Бол, жылдам бол. Ақбаян орнынан атып тұрды да, енді не істейміз? Деді есі ауып. Білектей ғана кіп-кішкене мәйітті орап болып, Тоқал Ақбаянға сыбырлады. Қыз екен әлгі. Жылдам. Гүлбарамның үстіне шапанды жап, тезірек жетейік, таң ағарып келеді. Деді тағы да жерге бірдеңелерді көміп жатып. Сескеніп дірілдеп таң көтерілді. Сол күнгі босамық таң қандай паң еді. Жерде тұрған үш мүсәпірге сұқтанып, күнәсі мойнына салып, үшеуінің де құлындаусын шырқыратып сазайын бермек. Әйтеуір ерте ме кеш пе сазайын бермек. Шырылдап өмірге асыға жеткен жанды тіршіліктің ғұмырын қия салып, үшеуі ештеңе болмағандай бір-бірін жетелеп келеді безеріп. Түннің құпиясын серпіп ашып, көкке шаншыла көтерілген таңды да ұнатпайды үшбейбақ. Өйткені таң ғажап, әппақ еді. Таң намазын күрсініп аяқтады кемпір. Жай намазын мойнына салып, қылаң берген бұрыл таңды қарсы алуға бел буды. Жарықты қылбіп, асықпай рауандап, енді атып келе жатыр екен. Қандай ғажап. Тамсанған кемпірдің жанарына жас толды. 50 жыл бойы жүзін көрсетпей, бүгіжіктеп, таң нұрымен алысып, күнәсін ойлап, заршылап өтіпті. Бүгін әжім басқан алақанын шайып, күнәмді кештеп жалынбақ. Жүрек түбінде ашылмай қалған күнәсін айқайлап айтып, сарланбақ. Неге екені белгісіз, сол сәт таңда өзімен бірге қартайып, тозып бара жатқандай сезінді. Сосын ағарған таңға алақанын шайып, сен бәрібір мәңгіліксің. Сол бәз баяғы менің 15 жасымдағы көрініс қой мынауың. 50 жыл өткенімен, сол күнгі күнәмді әр атқан таңыңмен дәлелдеп, қылмысымды бетіме басып есімді бір жиғызбадың ау. Тіршіліктен безініп, түнді сағынғаным рас. Түннің мәңгілік болуында қалағаным рас. Бірақ есеңгірегеден басқа қолдан келер дәрмен қайсы? Гүлбарам байғұс ғұмыр бойы жылап өтті. Өзі сүйіп қосылған сол жігітпен тұрмыс құрғанымен бейшара өмір бақи тұл болып өтті. Бір ши көкпе бұйырмадау маған ақ жеңеше, мендей күнәһарға бала бітпес деп зарлап өтті жалғаннан. Жер ортаға жасым келіп, самайымды қырауға шалғанымен, 15 жасында жасалған ауыр күнә кетпей қойды көз алдымнан. Іштей шеккен қайғының уы басылмай, жаны дертке ұласып,
Анасынан бір ілтеп іздеп келген еді түн шамылып. Сол түн дірілдеп қалшылдап отырып, апау, менің жасам ауыр, мені бар ғой, Құдай оңдырмайды енді, деген. Тек, онысы несі? Не болды тағы? Деп, аңқау шешесі ошақ басын шыр айналып, шоқ басқандай аяқ асты, жынды болып қалмап еді. Күнәсін жан анасына ғана жыр етіп айтып, ақталмақ еді бұл сонда. Ойбай, жаманқар, не дейді мынау? Не дейді мына сорлы? Өлтірген кім? Егер өлтірген сен болсаң, жармассың шалғанда. Адам өлтіргеннен ауыр күнә жоқ. Адам өлтіргеннен ауыр күнә жоқ. Жер дүние айналып кетті дөңгелеп. Содан бері 50 жыл. 50 жыл бойы жайраңдап, бір сөйлемепті, күлмепті. Таңнамасын жылаумен, зарлаумен қарсы алып күй кешті. Тағы да төбе басында жападан жалғыз өз күнәсін өзі жуып отыр. Алақанын таң шапағына шайып, жылайды аңырап. Әжім кеулеген жұмсақ маңдайын қара жерге сүйгізіп, темселеді кемсеңдеп. Түн күнә, таң ақталу еді бұл үшін. Ақталып отыр, арыла алмай күнәден. Ақталып отыр. Әңгіменің соңы оқыған Жәмила Демесқызы.